Саламатсыздар ма оқушылар, біз бүгін сіздермен 7-ші сыныптарға арналған номер 3-ші практикалық жұмыс сұйытылған қышқылдар мен карбонаттардың әрекеттесуі және көмір қышқыл газына сапалық реакция тақырыбында жұмысымызды бастаймыз. Ол үшін бізге керекті құрал-жабдықтар мен реактивтер: кәрен табақшасы, бор түйірі, тұрғы, сынауықтар, тығыны бар түтікше, тұз қышқылы ерітіндісі қажет болады және әк суы қажет болады. Сонымен тәжірибемізді бастайық. Бордың кішкене ұнтағын кәрен табақшасында ұнтақтап бордың кішкене түйірін таза сынауыққа саламыз. Үстінен тұз қышқылы ерітіндісін құямыз. Байқағандай, сынауықтың түбінде бор менен тұз қышқылы әрекеттесіп, газ бөлініп жатыр. Бөлінген газ түтік арқылы кальций гидроксиді бар пробиркаға өтіп жатыр. Яғни кальций суы бар сынауықта бізде өзгеріс пайда болу керек. Біз бірінші өзгерісті көріп тұрмыз, яғни газдың бөлінгенін байқап жатырмыз. Бордың формуласы, химиялық формуласы кальций карбонаты, яғни кальций СО3. Тұз қышқылы H хлормен әрекеттескен кезде өздерің білесіңдер, қандай газ бөлінетінін. Яғни сол бөлінген газ түтік арқылы екінші пробиркаға өтіп жатыр. Осы екінші пробиркада қандай өзгеріс пайда болатынын бақылаймыз. Байқағандарындай балалар, мынау екінші пробиркадағы таза мөлдір әк суымыз біздің лайланып жатыр, қараңдар. Яғни бөлінген көмір қышқыл газы әк суымен әрекеттесіп, екінші пробиркамызда да бізде реакция жүріп жатыр. Байқасаңдар, майда ақ тұнба пайда болып жатыр да, әк суымыз лайланып жатыр. Сонымен балалар, бүгінгі біздің 3-ші практикалық жұмысымыз осыменен тәмамдалды. Сіздерге барлығы да түсінікті болды деген ойдамын. Қош, сау болыңдар.